Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін біз сіздермен жеке кәсіпкерлікті ИП-ны жабуды үйренеміз. Ол үшін біз кабинет налогоплательщика деген сайтқа өзіміздің ЭЦП-імізбен кіреміз. Одан кейін ең бірінші жасалатын нәрсе ол лицевой счет тексереміз. Осы жерде үстіде лицевой счет дегенді басамыз. Осы жерден запросить сальдо лицевого счета дегенді басамыз. Бізде менде пустой болып тұр, себебі бұл ИП 2023 жылдың екінші жарты жылдығында ашылған, ешқандай қозғалыстар болмаған, өзіне ешқандай пенсионка немесе медстрахование ештеңке төлемеген, сол үшін бұл жерде 0 болып тұр. Егер де ондай төлемдер болатын болса, осы жерде сандар шығып тұру керек болатын. Егер ондай сандар шығатын болса, біз отчетты жабатын кезде ИП-ны отчет тапсырамыз, сол отчетта сол сандарды көрсету керек болатын біз. Бұл жерде ешқандай деректер жоқ болғандықтан біз отчетты по нулям, яғни ішінде ештеңе толтырмай, бос күйінде жібереміз. Және екінші тексеретін нәрсе ол сервисідан регистрационные данные дегенді басамыз. Осы жерден 12-ші пунктқа өтеміз. 12-ші пункт, яғни бұл жерде кассовый аппараттың бар жоқтығы туралы ақпарат беріледі. Егер де кассовый аппарат болатын болса, ИП-ны жабардан бұрын сол кассовый аппаратты учеттан шығару керек. Оны шығармай, біз ИП-ны жаба алмаймыз, отказ келеді. Бұл екінші мәселе. Одан кейін ИП-ны жабуға заявление бермей тұрып, бірінші біз мына жерден уведомление извещенияларын қараймыз. Жаңағы ИП-ның жерде ешқандай уведомление жоқ, себебі бұл кісі ешқандай есептілікті уақытынан кешіктіріп олай тапсырмаған. Егер де кешіктіріп тапсырылатын болса, бізде салық комитетінен сондай ескерту келеді, және сол ескертулерді орындап барып қайтадан ИП-ны жабуға жіберу керек. Егер де оны істемей жүріп жабатын болсаңыз, тағы да отказ келуі мүмкін. Ондай уведомление болатын жағдай болса, онда сіз соны ашып, бірінші отчетты тапсырасыз, содан кейін салық комитетіне барып, жаңағы протоколға қол қоясыз. Енді мен отчетты кешіктірмеймін деп. Егер де бірінші рет кешіктірсеңіз, сізге ескерту жасайды, одан кейін тағы да бір рет кешіктіретін болсаңыз, айыппұл төлейтін боласыз. Настройки деген жерді таңдаймыз. Настройка списка форм. Осы жерден 2023 жылдың екінші жарты жылдығында ашылған, және сол үшін отчет тапсырылмаған болғандықтан, 2023 жылдан екінші жарты жылдығына 910 форманы тапсырамыз, яғни ИП-лардың тапсыратын отчеты. Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса, 910. ИП сол аралықта жаңадан ашылған болғандықтан, первоначальная деп таңдаймыз, қандай отчет екенін. Осы жерде міне полугодие дегенде екінші полугодияны қоямыз, себебі ИП-ның өзі 2023 жылдың екінші полугодиясында ашылған. Мына жерде ведет или не ведет бухгалтерский учет деген жер бар. Ол жерде біз не ведет бухгалтерский учет деп жазамыз. Содан кейін вид декларация бізде первоначальная болады, себебі енді ғана ашылған ИП 2023-тің екінші жарты жылдығында және ешқандай отчет тапсырмаған болғандықтан ол жерге первоначальная деген жазамыз. Одан кейін астыда 9-шы пунктта признак резидентства бар. Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан резидент дегенді басамыз. Бірінші бетті біз толтырып болдық, енді екінші бетке ауыстық. Екінші бетте бізде ең астына қарай түсеміз. Ол жерде медицинское страхование деген бар. Бұл жерде ешқандай төлем болмағандықтан біз 0 қойып шығамыз. Себебі бұл жерге 0 қойылмаса, система бізді ары қарай өткізбейді. Ешқандай төлем болмаған, нулевой отчет болғандықтан біз барлық жерге 0 қойып шығамыз. Одан кейін мына жерде код органа государственных доходов по месту нахождения дегенді таңдаймыз. Осы жерде екі код таңдалады бізде. Біріншісі ол по месту нахождению, екіншісі по месту жительству. ИП қай жерде орналасқан және ол қай жерде прописка бойынша тіркелген. Кейде екі адрес болуы мүмкін. Ол жағын біз
мына жерден жаңағы регистрационные данные, сервис регистрационные данные деген жерге кіріп, 9-шы пунктті қараймыз. Явный 58-17 бұл жерде. Арыз бойынша по месту жительства да сол 58-17 код, және по месту нахождения ИП тоже 58-17 код болып тұр. Сол себепті осы жерде екеуіне бір кодты жазамыз. Енді үстіге қарай өтіп, проверить заполнение дегенді басамыз. Ошибок нет деп шықты. Окей деймізде, отправить в ОГД дегенді басамыз. Осы жерден ЭЦП-мызды таңдап, қол қойған кезде біз РСАны таңдаймыз, білесіздер. Паролімізді енгіземіз. Окей деп басып таңдаймыз. Болды. Отправка успешно завершена деп тұр. Открыто уведомление о приеме. Ашып қарауға болады. Көшіріп алсаңыздар да болады. 2023 жылдың 2-ші жарты жылдығына первоначальный нулевой отчет жібергеннен кейін, енді біз 2024 жылдың 1-ші полугодиясына, яғни 1-ші жарты жылдығына ликвидационный отчет жібереміз. Себебі біз ИП-мызды осы уақытта жауып жатқандықтан, сол уақытты таңдаймыз. Тағы да настройки деп кіреміз. Настройка списка форм деп таңдаймыз. Осы жерден 2024 жылда ашамыз енді. 2024 жылдан 910-шы декларацияны тауып аламыз. Ашылды декларациямыз. Енді жаңағыдай деректерді толтыра бастаймыз. Полугодия, 1-ші полугодия 2024 жылдың. Не ведет бухгалтерский учет дегенді таңдаймыз. Мына жерге міне ликвидационная дегенді басамыз. Себебі біз ИП-ны жауып жатырмыз. Сол себептен бұл ИП бойынша соңғы отчет болып саналады. Және де мына жерде резидентствоны таңдаймыз. Резидент Республики Казахстан. Екінші бетіне өтеміз. Жаңағыдай осы жерге 0 қойып шығамыз. Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование к уплате деген жерге 0 қойып шығамыз. Себебі 0 қоймасақ система бізді жібермейді, білесіздер. Және 4-ші бетке өтеміз. Бізде ликвидационный, ешқандай деректер басқа артық толтырудың қажеті жоқ. Түсеміз. Код органа государственных доходов по месту нахождения и по месту жительства таңдаймыз. Ол үшін регистрационный номерді ашып қараймыз. Жаңағыдай 58-17 екеуінде де тұр. Міне қарасаңыздар. Сол себепті соны таңдаймыз. 58-17 58-17. Болды, барлығын толтырып болдық. Енді проверить заполнение дегенді басамыз. Ошибок нет. Отправить в ОГД дегенді басамыз. Осы жерден ЭЦП-мызды таңдаймыз. Сіздерден қосымша сұрайды. Ликвидационная форма 910 отчет 2024 жылдың 1-ші жарты жылдығына осы бойынша жіберуге болама деп. Окей деп басасыз, барлығы дұрыс болса. Енді жаңағыдай ЭЦП-мызды таңдап қол қоямыз. Уведомлениясын көшіріп алуға да болады, қарауға да болады. 2 отчетты тапсырдық. Келесі бізде ИП-лардың жыл сайын тапсыратын декларациясы болады. Ол 250-ші декларация. Явный ИП жабылып жатыр, және жаңа жыл басталғандықтан өткен жылға біз отчет тапсырамыз. Сол себепті 2024 жылды ашамызда осы жерден 250-ші декларацияны таңдап аламыз. Себебі 2023 жылға біз тапсырғалы жатырмыз. Сол себепті список бізде 2024 болады. Осы жерде бұны да по нулям тапсырамыз, себебі бұл кісіде ештеңе болмаған. Жаңағыдай резидент В категориясын таңдаймыз.
осы жерге птичка қоямыз, ары қарай кетеміз. Дата бізде 31 декабрь болады 2020 жылдың, себебі біз 2023 жылға тапсырып жатырмыз. Бұл жерде егер де сіз өзіңіз үшін тапсырып жатсаңыз, ешқандай птичка ештеңе қоймайсыз, далее деп басасыз. Мына жерде первоначальная болады, себебі бірінші рет тапсырып жатыр бұл отчетты. Егер жылда тапсырып жүрген болса, очередной деп басушы еді. Әрі қарай өтеміз. Ешқандай деректер жоқ, сондықтан ештеңе толтырмай, далее деп өте береміз. Код государственных органов жаңағы 58-17 болады. Елу 17. Мына город Арыс деп шықты. Осыны таңдаймыз. Болды, енді тексереміз, проверить заполнение деп үстіндегін басамыз. Ошибок нет, окей деп басамыз да. Қол қоямыз. Қол қою үшін біз отправить ОГД деген астыңғы кнопканы басамыз. Және ЭЦП-мыздан РСА-ны таңдаймыз. Декларациялардың барлығын тапсырдық. Енді біз форма налоговой отчетности деген жерден журнал формды ашамыз, және осы жерден жаңағы тапсырған отчеттарымызды қараймыз списоктан. Бүгінгі тапсырылғандарды, мысалға 2024 жыл деп ашайын мына жерден. Найти деп басамыз. Жаңағы тапсырған отчеттарымыздың барлығы осы жерден шығып тұр, иә. Енді ликвидационный деп жіберген отчетымыз, міне ликвидационный деп жіберген отчет бірінші полугодие 2024-ке. Мына жерде статус ФНО разнесена деп тұр. Енді осы разнесена деген жазу шыққаннан кейін міндетті түрде біз налоговый заявление жібереміз, яғни өтініш жібереміз ИП-ны жабуға. Бұл өтінішпен жаңағы ликвидационный форманың күні бір күн болу керек. Яғни сіз 31 қаңтар 2024 жылмен жаңағы ликвидационный отчетыңызды жіберсеңіз, тура сол күнмен ИП-ны жұмысын тоқтату туралы өтінішті жіберу керексіз. Егер де екеуін 2 күнде жіберетін болсаңыз, сізге отказ келеді. Тура осы датамен қазір біз енді өтініш жібереміз. Ол үшін мына жерде налоговое заявление деген бар, үстіде соны таңдаймыз. И және осы жерден прекращение деятельности деп тұр, ИП-ның жұмысын тоқтату туралы заявлениені таңдаймыз. Заявлениеміз ашылды, міне бірінші бетінде біз ештеңе толтырмаймыз, тек қана мына жерде Е деген раздел бар. Осы жерде 67-ші бап, салық кодексінің 67-ші бабы бойынша біз ИП-ны жабу үшін осы жерге птичка қоямыз. Және келесі екінші бетіне өтеміз. Е деген бөлім бар, сол жерде ликвидационная налоговая отчетность по следующим видам налогов, платежей, бюджет и социальных платежам деген бар. Бұл жерде біз міндетті түрде бір КБК жазу керекпіз. Қандай КБК екені негізі маңызды емес. Мен сақтандырудың КБК-сын жаздым. Осы жерде біз код налогового органа жазу керекпіз, явный. Осы жерде міне по месту нахождения ИП бізде 58-17, соны жазамыз. Енді тексереміз. Проверить заполнение деп басамыз. Ошибок нет дейді, окей дейміз. Отправить в ОГД дегенді басамыз. Осы жерден окей деп таңдаймыз да. Жаңағыдай ЭЦП-ны таңдап қол қоямыз. Қол қоятын кезде біз РСА деген кілтті таңдаймыз. Паролімізді жазамыз. Окей. Болды. Енді налоговое заявление деп қайтадан басамыз. Жібергеннен кейін осы жерде ең астында бізде фильтр шығады. Ешқандай қиындықсыз ИП жабылатын болса, онда осы жерде бірінші принято деп тұрады статус. Одан кейін жаңағы обработано деген жазу шығады. Осы жазудан кейін 15 жұмыс күнінің ішінде ИП-ңыз жабылады. Бірден ИП жабылмайды, 15 жұмыс күнін күту керек болады. Назарларыңызға көп рахмет. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, достар.